Амансыздар ма, балалар? Сендерге бүгін Николай Носов жазған «Фантазерлар» деген әңгімені айтып береймін. Фантазия дегеніміз ол қиял. Өтірік бейнелерді, жағдайларды немесе идеяларды ойлап тауып, одан әңгіме құрастыру. Ал осындай қияли адамдарды фантазерлар деп атайды. Мишутка мен Стасик бақшада орындықта сөйлесіп отырды. Тек олар басқа адамдар сияқты сөйлеспей бір-біріне әртүрлі өмірде болмайтын жағдайларды айтып, бір-бірімен әңгімелесіп отырды. Мишутка айтты: «Сен неше жастасың?» деп сұрады. «Мен 95-темін. Ал сен неше жастасың?» «Мен 140-тамын» деді. Содан кейін Мишутка ойланып, «Мен бұрын Боря ағай сияқты өте үлкен адам болған едім. Содан кейін қайтадан өте кішкентай адам болып қалдым» деді. Содан Стасик айтты: «Ал мен алдымен ең кішкентай адам болдым. Содан кейін үлкен болып өстім. Содан кейін қайтадан кішкентай болып қалдым. Енді қайтадан жақын арада үлкен болып өсемін» деді. Енді не айтарын білмей ойлап, Мишутка айтты: «Мен үлкен болғанда бүкіл теңізді жүзіп өте алатынмын». «Ой, соны да сөз дейсің ба? Теңізден өттім дейді ғой. Мен мұхитты жүзіп өте алатынмын» деді Стасик. «Ондай болса, онда ал мен бұрын ұша алатынмын». «Ой, өтірікші, ұшшы кәне» деді Стасик. «Қазір ол мүмкін емес. Мен ұшуды ұмытып қалдым» деді Мишутка. «Ал мен бір рет теңізде жүзіп жүргенде маған акула шабуыл жасады. Мен оны жұдырықпен мұрнынан бір ұрдым. Ал ол менің басымды ұстап тістелеп жұлып алды» деді Мишутка. «Өтірік айтасың» деді Стасик. «Жоқ, мен шын айтамын». «Онда неге өлмедің?» «Мен неге өлуім керек? Мен ақырындап жағаға жүзіп шықтым да үйге қайтып кеттім». «Бассыз ба?» «Әрине басымсыз бардым». «Не, мен бассыз жүре алмайды дейсің ба?» «Сен бассыз қалай жүрдің?» «Иә, маған бастың керегі жоқ болды». «Солай болды». «Онда сен қазір неге қалай баспен жүрсің?» «Екінші бас өсіп шықты ғой менің басымда, мойнымнан. Тіс сияқты» деді. «Қалай өтірікті жақсы ойлап, епті ойлап тапты» деп Стасик қызғанышпен қарады. Ал ол Мишуткадан да асып, жақсы өтірік айтқысы кеп кетті. «Ой, сол ме екен? Мен бір Африкаға барған кезде мені сол жерде крокодил қолтырауын жеп қойды» сілекей ағып тұрып. «Өтірік айтасың» деді Мишутка. «Мүлдем өтірік емес. Онда сен қазірға неге тірісің?» «Өйткені қолтырауын мені түкіріп тастаған» деді Стасик күліп. Мишутка ойланып қалды. Ол енді Стасиктен де асып түскісі келді. Ол ойлап тағы да: «Мен бір рет көшеде келе жатқанымда» деді. «Маңайымда көп трамвай, автомобиль, жүк көліктері де келе жатыр екен». Сосын Стасик айтты: Білем сенің айтқалы тұрғаныңды. Баяғы трамвай сенің аяғыңды басып кеткен шығар» деді. Сосын айтты: «Жоқ, менің айтайын дегенім ол емес, аяғым басып кеткен туралы емес, басқа әңгіме» деді Мишутка. «Жарайды, онда ары қарай айта бер. Міне, мен ештеңе ойламай, осылай келе жатып, ешкімге тиіспей келе жатқам. Бір кезде автобусты аяғыммен басып
байқамай басып кетіп едім, автобус мыжылып қалды, деді Мишутка. Бұның өтірік қой, деді Стасик. Жоқ, ешқандай өтірік емес. Автобусты қалай сындыруға болады екен аяқпен басып? Ол кішкентай ойыншық автобус болатын. Сөйтсем, кішкентай бір бала оны неге жіпке байлап алып әкеле жатыр екен, сырғытып. Бұның таңғаларлық жағдай емес қой. Мен саған айтайын. Мен бір рет айға ұшып кеттім. Бұның әңгімесі қайда кетті шарықтап, деді Мишутка. Сенбейсің бе, шын айтамын, деді Стасик. Ал сен немен ұшқан екесің? Мен зымыранмен ұштым. Айға басқа немен ұшады дейсің? Сен не білмейсің ба айға немен ұшатынын? Ал сен ол жерден не көрдің айдан? Ондай болса айтшы, деді Мишутка. Не десем екен деп Стасик біраз кептеліп қалды. Мен ол жерде түкті көре алмадым. Деді Мишутка күліп. Айға ұштым дейді ғой. Әрине ұштым. Онда сен неге ештеме көрмедің? Өйткені ол жерде қараңғы болды. Мен түнде ұшқам ғой түсімде. Зымыранға отырып алып, ұштым да кеттім. Деп сол жаққа бардым да, қайтадан сол түні қайтадан ұшып келе жатып, ұшып келе жерге дүрс етіп бірақ құлағанда оянып кеттім. Деп созды Мишутка. Бірден солай айтпайсың ба? Мен сенің айға түсіңде ұшқаныңды білмей жатырмын ғой, деді. Сөйтіп тұрғанда қасына олардың Игорь деген көрші бала келді. Ол екеуінің әңгімесін тыңдап отырып, сендер не өтірік айтқанға ұялмайсыңдар ма, деді. Ал біз неге ұялуымыз керек? Біз ешкімді алдап жатқан жоқпыз, деді Стасик. Біз өзіміз жай ғана ертегілер құрастырып жатырмыз. Ертегілер дейді ғой, деді Игорь менсінбей. Өздерінің тапқыштарын. Ал сен не? Ойдан өтірік құрастыру оңай деп тұрсың ба? Деді Мишутка. Әрине оп-оңай. Не өтірік айта алмайтын тұр? Ал ондай болса өзің ойлап құрастыршы, деді Мишутка. Қазір мен бір-ақ минутта құрастырып ойлай саламын, деді Игорь. Қазір. Мишутка мен Стасик қуанып тыңдауға дайындалды. Содан Игорь қазір, деді. Сен бе демей тез айтсаңшы, деді Стасик. Қазір енді ойлануға рұқсат берсеңдерші. Ал ойлан, деді Стасик. Деп Игорь тағы да аспанға қарап, қазір айтамын, міне табамын. Сен өте оп-оңай өтірік айту демеп пе едің? Енді неге ойлап таппай жатырсың? Міне айтамын ғой, міне. Мен бір итті мазақтап едім, ол келді де мені тістеп алды. Міне көрдіңдер ме? Тыртық қалды аяғымда. Сен не мұны ойлап тапқан жоқсың ғой? Ол болған оқиға ғой, деді Стасик. Әрине ойлап тапқам жоқпын, ол болған. Қалай болды, мен солай айтып жатырмын. Сен бұл өтірік әңгіме емес, өтірік әңгімені ойлап табу керек. Көрдің бе? Ойлап таба алмай жатырсың. Сендер неге маған жала жабасыңдар? Мен өтірік әңгіме ойлап табудың шеберімін, деді Игорь. Бірақ сендер сияқты бос әңгіме айтпаймын. Сендер жай бәрін өтірік айта бересіңдер. Ал мен пайдалы өтірік айтамын, деді. Ол қандай пайдалы өтірік айта аласың? Міне кеше түнде анам мен әкем, мысалы, анам мен әкем қонаққа кетіп қалды. Ал Ира екеуміз үйде қалғамыз. Содан Ира ұйықтап қалды. Мен ақырын барып буфеттен жемді алдым да, жарты банка жемді жеп алдым. Содан кейін анам ұрыспасын деп Ираның бетіне жемді жағып қойдым. Содан анам келді де, жемді кім жеді, деді.
Ал мен Ира жеді дедім. Анам Ираға қарады да оның беті, ерні бәрі жем болып тұрғаннан кейін оған ұрысты, жемді сен неге жедің деп. Ал маған анам тағы да жем берді. Міне пайдалы өтірік айттым мен анама деді. Демек сенің кесіріңнен қарындасың таяқ жеген екен ғой. Ал сен ұялмай бақытты болып осында тұрсың деді Мишутка. Сосын ә, Игорь айтты. Ал саған қандай қатысы бар? Пайданы мен көрдім ғой деді. Маған ешқандай қатысы жоқ. Сенің бұл айтқаның, бұл қылығың өтірік әңгімені ойлап табу емес. Бұл қылығың мұны опасыздық деп атайды. Содан кейін Игорь айтты. Сендер өздерің опасызсыңдар деді. Сосын Стасик айтты. Кет, сенімен бірге бір орындықта отырғымыз да келмейді. Мен де сендермен бір орындықта отыруға мәжбүр болып тұрғаным жоқ деді де Игорь орнынан тұрып кетіп қалды. Мишутка мен Стасик екеуі үйлеріне қарай келе жатты. Сосын келе жатса алдарынан балмұздақ сататын шатыр кездесті. Олар тоқтап қалтасындағы ақшалардың бәрін санаса, олардың ақшалары бәрін қосқанда тек бір балмұздақ алуға ғана жетеді екен. Біз бір балмұздақ сатып алайық та, оны екіге бөлейік деп ұсынды Стасик. Сатушы әйел оларға бір таяқшалы балмұздақ берді. Үйге барайық та, дәп-дәлме екеуін пышақпен кесіп бөліп алайық деді Мишутка. Кеттік деп келе жатса, олар баспалдақта Ираны кездестірді. Ира оның көздері жасаурап тұрды, жылап тұр екен. Сен неге жылап тұрсың деп сұрады Мишутка. Анам мені серуендеуге жібермей қойды. Не үшін? Джемді сен жеп қойдың деп ұрысты. Ал мен оны жеген жоқпын. Оны Игорь солай деп айтты. Оны өзі жеп маған жаба салған шығар деді. Содан кейін Мишутка, әрине, оны Игорь жеді. Ол өзі бізге солай айтты. Сен жылама жүр, мен саған өзімнің бөлігімдегі балмұздақтың жартысын беремін, бір бөлігін деді. Сосын Стасик, мен де саған жарты үлесімді беремін, бірақ мен жақсылап бір жалап аламын, сосын беремін деді. Сосын Ира айтты, ал сендер не, өздерің балмұздақ жегілерің келмей ме? Жоқ, деді Стасик, біз жегіміз келмейді. Біз бүгін 10 балмұздақ жедік. Әбден тойып тұрмыз деді. Содан кейін Ира айтты, бұл балмұздақты үшке бөлейік те, үшеуміз жейік деді. Дұрыс айтасың, деді Стасик. Егер сен бүкіл балмұздақты жалғыз өзің жеген болсаң, тамағың ауырады. Жейтін болсаң деді. Олар үйге барып балмұздақты үшке бөліп жеді. Содан кейін дәмді екен деді Мишутка. Мен балмұздақты өте жақсы көремін деді. Бір рет мен бір шелек балмұздақты жеп қойыппын деді. Ой, сен өтірік айтып отырсың ба деп сұрады Ира күлді. Балмұздақты шелегін жегеніңе кім сенеді сенің деді. Сосын Мишутка айтты. Шелек өте кішкентай қағаздан жасалған шелек болатын деді. Сонымен балалар, фантазер дегеннің кім екенін ұқтыңдар енді. Енді сендер өздерің өтірік осындай әңгімелерді құрастырып ата-аналарыңа айтатын болыңдар. Солай көп құрастыра беретін болсаңдар, кейін ертегі жазуға сендерге ол көмектеседі. Ондай болса, қош болыңыздар.